Ассалаумағалейкум қазақ елі, жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Вакцина алмаған балалар мектепке кіруден шектеле ме? Денсаулық сақтау министрлігі жауап берді. Шығарымда яғына дейін көріңіздер. Денсаулық сақтау вице-министрі Марат Шоранов балаларды вакцинаға міндеттеу туралы пікір білдірді. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте елге Pfizer вакцинасы келсе, екпе алмаған балалар мектепке кіруден шектеле ме деген сұрақ қойылды. Жалпы қазіргі таңда коронавирусқа қарсы екпені 18 жастан бастап жасап жатырмыз. Pfizer вакцинасы келгеннен кейін 12 жастан бастап пайдалануға болады. Қазіргі кезде вакцина алмаған балаларды шектеу көзделіп отырған жоқ. Ол әр баланың ата-анасының келісімі бойынша ерікті түрде ғана салынады. Сондықтан біз өз тарапымыздан түсіндіру жұмыстарын халыққа жеткіземіз деген вице-министр Марат Шоранов жақында. Сондай-ақ ол Pfizer вакцинасының 4 миллионнан астам дозасы елге жеткізілетінін айта кетті. Бұл мәселе бізде өте ерекше деп есептейміз. Неге десеңіз, біз балалардың білім алуын офлайн режимге көшірдік. Санитарлық режим, маска режимі дейміз. Соның арқасында қазір балалардың арасында науқастану көрсеткіші үлкен емес, 0,6% болып отыр. Сондықтан да вакцина салынса балаларымыз мектепке қорықпай бара алады деп сенеміз, деді Марат Шоранов. Айта кетсек, оқу жылы басталғалы бері оқушылары арасында ковид жұқтырған 9185 адам анықталған. Меки достар, осындай жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз.